Сәлеметсіздер ма, құрметті оқушылар? Сабақтың тақырыбы растрлық, векторлық және фрактальдық графика. Бүгінгі сабағымызда біз көп мағлұмат аламыз. Соны өздеріңе дәптерлеріңе түрте отырыңдар. Сабақтың мақсаты графикалық редактор форматтарын және түрлерін ажырата білуге үйрету. Графика үш түрге бөлінеді. Ол векторлық, растрлық және фрактальдық графика. Оның айырмашылықтарын сабақ барысында үйренеміз. Олар компьютердің экранында суреттеу және қағазға басу түрімен ерекшеленеді. Міне көріп тұрсыздар ғой, мен мынау растрлық, векторлық және фрактальдық графиканың айырмашылықтары. Енді пиксельге келетін болсақ, пиксель бір текті бөліктерге бөледі, суреттегі барлық түстер нөмірленеді. Мысалы, ақ түсті 1, қара түсті 2 деп қалған суреттер осылайша нөмірленеді. Пиксель арқылы мыңдаған түстер компьютерге сандармен белгіленіп кодталады. Қазіргі танымал бағдарламалардың ешқайсысы компьютер бағдарламасыз жұмыс істемейді, графикасыз. Пиксельдің шығу тарихы 1965 жылы алғаш рет дүние көрген. 1972 жылдан бастап графикада бейнелер мен бейне жазбаларды өңдеуге бағытталған. Пиксельде құралған сурет, міне көріп тұрсыздар, 0 деген ақ шақпақ, ал 1 деген қара шақпақта бейнелеген, тура солай пиксельде белгіленеді. Енді растрлық графикаға келетін болсақ, растрлық графика деп суреттердің нүктелер немесе пиксельдер түрінде берілуін айтады. Базалық элементі нүкте. Артықшылығы түзетуге, әдемілеуге, нүктелерді алып тастауға немесе қоюлатуға, әр нүкте түсін өзгертуге болады. Кемшілігі суретті үлкейтіп, кішіреткенде бастапқы сапасын жоғалтады. Adobe Photoshop, Corel, Paint деген редакторларда жұмыс жасауға болады. Енді қараңыздар, растрлық графикада мынандай суреттердің айырмашылығын көреміз. Естеріңде сақтап алыңдар. Қазір басқа графикаларды салыстырасыңдар. Растрлық графикада анық, тұнық беріледі суреттер. Бүкіл жаңағы берілген суреттің бейнеленуі, құстың ұшып бара жатқаны, жүзіп жатқаны анық көре аламыз. Енді векторлық графикаға келетін болсақ, векторлық графика деп сызық, доға, шеңбер, тіктөртбұрыш түріндегі геометриялық объектілер жинағынан тұратын суреттерді айтады. Базалық элементі сызық. Артықшылығы өзгерткенде сапасы жоғалмайды, шексіз үлкейтуге болады. Кемшілігі суретті нүктелермен кескіндейді, дәл бере алмайды. Векторлық графикада MS Word, CorelDRAW тағы басқа программаларды пайдалануға болады. Енді осы векторлық графикаға берілген суреттерді қарайтын болсақ, бұл жерде жаңағы мультфильм тәрізді бейнеленген суреттерді көруге болады. Бұл жерде қанша үлкейтсек те пикселі жайылып кетпейді, жаңағы растрлық сияқты. Векторлық бейнелер міне қолмен де салуға болады. Ал фрактальдық графикаға келетін болсақ, фрактальдық графика деп математикалық формулалардың графиктері түрінде берілген суреттерді анықтайды. Базалық элементті математикалық формула, мысалы y тең ax2 қосылған bx қосылған c формуласы параболаның суретін береді. Артықшылығы неде? Компьютер жадында сурет емес, оның формуласы сақталатындықтан өте аз орын алады. Соны ескеріңіздер. Кемшілігі фотосуреттер мен көркем суреттерді айқын көрсете алмайды. Сіздер қазір осы алдымызда берілетін тапсырмада видеодан көре аласыздар. Фрактальдық графиканың кескіндерін қарап көріңіздерші, қандай айырмашылығы бар, жаңағы вектор мен жаңағы растрлық графикада қандай айырмашылықтары бар екенін қарайық. Бұл жерде сурет анық емес, сосын жаңағы кескіндермен беріледі. Енді қараңдар, біз осы үш бағыттағы графикаға тоқталып кететін болсақ, біз қандай, міне қазір біздің мүмкіншілігіміз өте көп. Бізге программалар қандай мүмкіндіктер беріп жатыр. Суретті безендіруге, оны бір жаққа қоюға, аялдамада тұр, мысалға, мына телевизордың ішіне кіргізіп қойған, мысалға, ағаштың қасына табиғатқа шығарып қойға болады суретімізді. Мынандай рамкалардың ішіне салып қойсақ та болады, немесе кружкаларға орналастырсақ болады. Қазіргі графиканың тек көркемдеу мен безендіру үшін ғана емес, ғылым мен медицинаның барлық салаларында, коммерциялық және әкімшілік қызмет орындарында алуан түрлі ақпаратты көрнекті түрде көрсету үшін сызбалар, графикалық
диаграммалар жасау үшін қолданылады. Оны сіздер өздеріңізде пайдаланып көрдіңіздер емес пе? Енді қараңыздар, архитектура саласында міне үйдің макетін көрсеткен, және медицинада графикасын көрсеткен. Сендерге тапсырма практикалық жұмысты орындаймыз. Бұл жерде енді анық жазылған берілген тапсырманы кескіннің 3 түріне топтап бөліңіз дейді. Растрлық, векторлық және фракталды. Енді қазір сіздер алдарыңызда видеомен таныс болыңыздар. Графикалық редакторлар. Графикалық редакторлар графикалық суреттерді құрып, редакциялап, қарауға арналған бағдарлама. Компьютерлік суреттер екі түрге бөлінеді: растрлық және векторлық. Растрлық суреттер жолдар мен бағандарды құратын түрлі түсті нүктелердің пиксель көмегімен сақталады. Пиксель түсін тәуелсіз жолмен беруге болатын суреттің минималды бөлігі. Растрлық суреттің сапасы сурет өлшемінің сапасына байланысты. Тігінен және көлденең пиксельдер саны және әрбір пиксель үшін беруге болатын пиксельдер саны. Ал суретті ұлғайту барысында әрбір нүктенің өлшемі ұлғаяды. Сөйтіп бір қарағанда көруге болатын сатылы эффект пайда болады. Векторлық графикалық суреттер жоғары нүктелі графикалық нысандарды сызба, схема, тағы басқа сақтаудың оңтайлы құралы болып табылады. Олар үшін анық әрі нақты сұлбаларды сақтау өте маңызды. Векторлық суреттер нүкте, сызық, шеңбер, тіктөртбұрыш сияқты тағы басқа нысандардан қалыптасады. Олар компьютердің жадында графикалық примитив түрінде сақталады және математикалық формулаларды суреттейді. Компьютердегі суреттерді өңдеу үшін арнайы бағдарлама графикалық редакторлар пайдаланылады. Мысалы, Microsoft Paint, Adobe Photoshop және Paint.net растрлық графикалық редактор, ал Corel Draw, Inkscape және Inkpaint векторлық редактор болып табылады. Графикалық редакторлар графикалық суреттерді құрып, суреттеуге арналған құралдарды таңдауға мүмкіндік береді. Және оларды аспаптар панелінде сақтайды. Нысандарды салу аспаптары, белгілеп алатын аспаптар, суретті редакциялау аспаптары, мәтіндік аспаптар, масштабтайтын аспаптар, түстер палитрасы. Графикалық файлдар форматы ақпараттың файлда сақтау әдісін анықтайды. Растрлық немесе векторлық, сондай-ақ ақпаратты сақтау формасын анықтайды. Сығу алгоритмін пайдалану, bitmap image, BMP. Windows операциялық жүйесінде пайдаланылатын растрлық графикалық файлдардың әмбебап форматы. Joint Photographic Expert Group, JPEG. Растрлық графикалық файлдар форматы. Сығудың тиімді алгоритмін жүзеге асырады. Ол сканерленген суреттер мен иллюстрацияларға арналған. Portable Network Graphic, PNG. Растрлық графикалық файлдар форматы GIF форматына ұқсас. Corel Draw Files, CDR. Векторлық графикалық файлдардың түпнұсқалық форматы. Corel Draw векторлық графикасын өңдеу жүйесінде пайдаланылады. Енді балалар, видеодан көрген боларсыздар, сол жерде енді алған мағлұматтарыңызды кері байланыста көрсетіңіздер. Енді сіздерге үйге тапсырма, мына тестті орындаймыз, сабағымызға байланысты, мына Venn диаграммасын пайдаланамыз, кестені толтырамыз, бұл жерде растрлық, векторлық, фрактальдық графиканың айырмашылықтарын, ерекшеліктерін жазамыз, және үйге тапсырма. Сіздер жаңағы портал колледж.edu.kz сайтында орналасқан лекцияны дәптерлеріңізге көшіріп алыңыздар. Оған қоса қосымша құжаттарды орындауларыңыз тиіс. Енді оған бағалау критерийлері берілген, 5 баға алғысы келген бала мына критерийлерге тоқталады. Кесте толтырып, компьютерлік графиканың түрлерін ажырата біледі, Venn диаграммасын толтырады, тест сұрақтарына толық жауап береді, кескіндердің
үш түріне бөле алады. Оған қосымша қалған жаңа 4 және 3 деген баға алған балалардың критерийлері көрсетілген. Енді сабаққа қатысқан білім алушылар білімді өздерінің кері байланыстарында көрсетеді. Монитор мен көздің арақашықтығын техникалық қауіпсіздік есеп. Монитор мен көздің арақашықтығы 70 см. Монитордың бетін қолмен ұстамау, су қолмен ылғал киіммен компьютер алдында отырмаңыздар, көзге жаттығу жасап тұрыңыздар, компьютердің орнын қозғалтпаңыздар, жарық беріп тұрған проекторға тік қарамаңыздар, және тағы басқа да қауіпсіздік ережесін сақтағандарыңыз тиіс. Енді мағлұмат егер тағы да керек болса, қолданған әдебиеттерден ала аласыздар. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Көп мағлұмат алды деп ойлаймын сіздерді. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Кері байланыс сіздерден күтеміз. Сау болыңыздар.